Мен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қажығали Мұхамбетқалиұлы атындағы орта мектеп гимназиясының 10-шы А сынып оқушысы Болатқызы Айғаным. Ескерткіш ел мұрасы атты байқаудың аясында өзімнің туған өлкем Байғанин ауданының Дәуімшар батыр ескерткішін таныстырамын. Қарауылкелді селосында 20 ғасырдың алғашқы ширегінде Ресей отаршылдығына қарсы күресіп, қазақ жерінің тұтастығын сақтауда асқан ерлігімен, табандылығымен танылған Дәуімшар батырдың ескерткіші бой көтерді. Бұл шара Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында жүзеге асты. Дәуімшар Қуатұлы 1770-1813 жылдар аралығында өмір сүрген. Батырдың ерлік жолдары үстірт, жем, сағыз аймақтармен тығыз байланысты. Ол жастайынан ел қорғап, өз тұсындағы қоғамдық саяси істерге белсенді атсалысқан. Патша үкіметінің отарлау саясатына және Хиуа хандығының басшылығына қарсы күрескен. Ескерткіштің ашылу салтанатына облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Алтынай Юнусова, облыс әкімінің қоғамдық кеңесшісі Ибрагим Ермекбаев, бұрынғы аудан әкімі Қайрат Отаров, облыстық бас имамы Серікжан Еншібайұлы және аудан тұрғындары қатысты. Батыр ескерткішінің көтеруіне Маңғыстау өңіріндегі Шоғы Батыр қоғамдық қорының төрағасы Жаңбырмай Дәрменов, ұйымдастыру алқасының төрағасы Ісенбай Қалдаманов, Мақсат Ибағаров, Жанат Жұмағұловтар демеушілік етіп, игі іске себепші болды. Батырға орнатылған ескерткіштің жалпы биіктігі 13 метр. Ескерткіш қоладан құйылып, сырты мәрмермен қапталған, салмағы 2 тонна. Дәуімшар батырға салынған ескерткішке техникаларды есептемегенде 40 миллион теңге қаржы жұмсалған. Төңірегі қоршалып, жарықтандыру жұмыстары жүргізілген. Аумақта аудан тұрғындарына арналған қосымша алаңдарда орнатылған. Айта кетейік, ескерткіштің айналасында үлкендерге арналған воркаут алаңы, 13 жасқа дейінгі балаларға ойын алаңы жасақталған. Сонымен қатар мөлдір, тұщы су алуға қолайлы жағдай жасалған ұңғыма да қарастырылған. Шара барысында батыр әруағына Құран бағышталып, ескерткіш аумағынан ашылған демалыс және ойын алаңында тау тұрғызылды. Сондай-ақ аудан әкімі Қайрат Отаров өскелең ұрпаққа баба батырлығын аманаттап, Дәуімшар батыр Қуатұлына ескерткіш орнатуда елеулі еңбек көрсеткен Шоғы Батыр қоғамдық қоры мен төрағасы Ісенбай Қалдамановқа алғыс хат табыстады. Мұрат Бабаев, Александр Амантаев, Төлеген Шәудіров, Бауыржан Тәжімұратов, Рахматулла Бақтуовтар секілді азаматтар көпшілік ризашылығын білдірді. Алдағы уақытта Байғанин ауданы Жарғамыс ауылынан 37 шақырым жерде орналасқан Дәуімшар батыр Қуатұлы қорымының сыртын түгелдей қоршау жоспарлануда. Осы орайда Дәуімшар батырдың ұрпағы Руслан ағамыздан сұхбат алған болатынбыз. Назар аударыңыздар. Сәлеметсіз бе, уақытыңызды бөліп сұхбаттасқаныңыз, сұхбат беруге келісім білдіргеніңізге рахмет. Алдымен өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Менің есімім Руслан, тегін Арыстанұлы. Жалпы осы. Отбасыңызда ол туралы қандай аңыздар, әңгімелер болады? Жалпы Дәуімшар деген батырды бар екенін, Дәуімшар батырдың осы жем бойына жерленгені туралы мен 11 жасымда естідім. 4 жас оқимын. Сол кезде әкемнің 11 жастағы 4 оқитын. Осы біз батырдың ұрпағымыз, Дәуімшардың тікелей ұрпағымыз. Керемет бір қазақи 19 ғасырдағы да бар. Жалпы сол кезде естігенмін. Жалпы Дәуімшардың өзі батыр болған адам. Орыс патшасына қарсы шыққаны. Отарлау саясатына. Кезінде мына орыс патшасынан экспедиция беріп көшіп, қазақ жерін иемденеміз дегенде, осы Дәуімшар батыр қол жинап, осы орыс патшасына қарсы шыққан, соғысқан, сол жерде мерт болған батыр. Жалпы батырдың ерлік істері туралы айтылғанда қандай оқиға немесе іс сіздің есіңізде ерекше сақталып тұрады? Яғни Дәуімшар батыр дегенде не есіңізге түседі алғаш? Тәуелсіздік ең бірінші есіме түсетін себебі Дәуімшар мен Құдабай жауға шыдамай деген халық аузында сөз бар. Ол именно сол кездегі отаршылық саясатқа, Россияға бодан болмауға қарсы шыққан. Басыңызда жалпы айтыламыз, яғни сіз жаңа әкемнен білдіріп отырсыз. Сіз балаларыңызға осы Дәуімшар батыр туралы ақпарат бересіз бе? Жалпы Дәуімшар батыр туралы көп іздендім. Жалпы мен
10-шы сыныпта менің ғылыми жұмысым болды Байғанин ауданының ертістері туралы дегенде. Сол кезде ең бірінші орында Дәуімшар Батырдың қорым туралы жазғанмын. Оны мен 10-шы классында жазғанмын. Артынан 10-шы классында түскен суреттер, ол суреттердің жиынтығын осы музейден алдым. Музейде кезіндегі сіздерге айтайын, Ерғалиев Жалғас деген ағай болды фотограф. Соның түсірген суреттерін жинап, ең бірінші встроенный принтерде печаттап, осы Дәуімшар туралы кішкене кітап шығарып, соны ғылыми жұмыс болып, мен 10-шы классында қорғағанмын. Осыны. Қазір енді білмеймін, неде бұл кезде кіші ғылым академиясы деген. Мұнда орнатылған Дәуімшар Батырға арналған ескерткіш туралы не айтасыз? Бұл сіз үшін нені білдіреді? Жалпы бірінші адам ескерткішті орнату себебі ол батыр ұлықталу керек. Өзіңіз білесіз, тәуелсіз Қазақстан, осы жерде бізде де бір батыр дүниеге келген есеппен батырлар елі, ақындар елі деп айтылады Байғанин жері. Жалпы 19-шы жылы осы батырдың тікелей ұрпағы Дәрменов, Жаңғырбай, Қалқаман, Үсенбай деген жігіттердің қолдауымен осы ескерткіш салынды. Жалпы сонымен қатар Ибағаров Мақсат деген ағамыз болды, Жаңаөзеннің әкімі. Сол барлығы қолдап, Жалдаев Нұрғали деген ағамыз болды. Осылар қолдау жасап, осы Дәуімшардың ескерткішін құру жөнінде 19-шы жылы шешім қабылданды. Ол кезде мен Астана қаласында қызмет етдім. Содан самолетпен ұшып келіп, осы Байғанин аудандық әкімдігінен берілген жерді қарап, осы жерге тоқталып, сол жерге таңдалып, сол 19-шы жылы басталды, 21-ші жылы аяқталды. Батыр атындағы қор бар, оның директоры Дәрменов Жаңғырбай деген кісі. Осы Дәрменов Жаңғырбай деген кісі осы көп осы Дәуімшар туралы немесе басқа да батырлар туралы көп ізденіп жүр. Олар өздеріне мақсат тұтқан бірден бір батырды немесе ақынды жазу үшін ұлықтау мақсатында. Осы Адай руынан шыққан Амандық тілеймін, алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Дәуімшар Батыр сіздей ұрпағы барына өте, егер білетін болса, көзі тірі болса, қуанады деген үміттеміз. Рахмет. Дәуімшар Қарасақал сүндет жатыр. Дәуімшар деген міне көрді. Қарасақал Дәуімшар міне. Енді қараңыз. Түсіндіріп жіберейін деді. Алдағы уақытта Дәуімшар Батыр Қуатұлының ерліктерін тереңірек зерттеп, тың деректер жинаумен айналысатын боламын. Осы бағытта түрлі ізденістер жүргізіп, жаңа мәліметтерді ғылыми айналымға енгізу үшін жан-жақты жұмыстар атқарамын. Батырдың тарихи тұлғасын кеңінен таныту менің алдағы негізгі мақсаттарымның бірі.